Денсаулығыңызға арналған тәтті сый, инжирдің пайдасы. Сәлеметсіз бе достар? 1001 дертке дауа каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге табиғаттың таңғажайып сыйы, инжирдің денсаулыққа пайдасын зерттейміз. Бұл жеміс тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулыққа өте пайдалы. Инжирдің тарихы тереңде жатыр. Ежелгі замандардан бері адамдар инжирді тек тағам ретінде ғана емес, сонымен қатар емдік мақсатта да қолданған. Бұл жеміс көптеген мәдениеттерде қасиетті деп саналған, және оның емдік қасиеттері жоғары бағаланған. Бұл тәтті және дәмді жеміс ежелден бері халық медицинасында қолданылып келеді, және оның ағзамызға тигізетін пайдасының тіліміз таңдайымыздан кетпейді. Инжирдің құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Соның ішінде витаминдер, минералдар және антиоксиданттар. Бұл видеода біз инжирдің құрамындағы талшықтардың ас қорыту жүйесіне тигізетін оң әсерінен бастап, жүрек қан тамырлары жүйесін нығайтуға дейінгі 5 маңызды пайдасын қарастырамыз. Инжирдің құрамындағы талшықтар ас қорыту жүйесін жақсартады, іш қатуды болдырмайды және ішек микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, инжирдің иммунитетті көтеруге, антиоксиданттық қорғаныспен қамтамасыз етуге және табиғи энергия көзі болуға қалай көмектесетінін білеміз. Инжирдің құрамындағы антиоксиданттар ағзаны еркін радикалдардан қорғайды. Бұл өз кезегінде қартаю процесін баяулатады және созылмалы аурулардың алдын алады. Егер сіз денсаулығыңызды жақсартудың дәмді және қолжетімді әдісін іздесеңіз, онда бұл видео сіз үшін. Бізбен бірге болыңыз. Инжирді күнделікті рационыңызға қосу арқылы сіз өз денсаулығыңызды жақсартып, өмір сүру сапасын арттыра аласыз. Инжирдің пайдасы туралы көбірек білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз және жаңа видеоларды жіберіп алмаңыз. Инжир талшықтарға бай жеміс, ол ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Талшықтар ас қорыту жүйесінің сау жұмыс істеу үшін өте маңызды. Себебі олар асқазан ішек жолдары арқылы тамақ қалдықтарын жылжытуға көмектеседі, іш қатудың алдын алады және ішектің сау микрофлорасын қолдайды. Бір инжирде шамамен 1 грамм талшық бар. Бұл күнделікті қажеттіліктің шамамен 4%-ын құрайды. Сондықтан, инжирді рационыңызға қосу арқылы сіз талшықтардың жеткілікті мөлшерін алуға көмектесесіз. Талшықтарға бай диета сонымен қатар қандағы қант деңгейін реттеуге, холестеринді төмендетуге және жүрек ауруларының даму қаупін азайтуға көмектеседі. Бұл әсіресе қазіргі заманғы өмір салты мен тамақтану әдеттеріне байланысты маңызды. Инжирді жаңа піскен, кептірілген немесе тіпті смузи мен салаттарға қосып жей аласыз. Олар дәмді және пайдалы таңдау болып табылады, және сіздің денсаулығыңызға көптеген пайда әкеледі. Инжирдің құрамында көптеген дәрумендер мен минералдар бар, соның ішінде калий, магний және кальций. Бұл элементтер денсаулықты қолдауға және жалпы әл-ауқатты жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар, инжирдің құрамында антиоксиданттар бар. Олар денені еркін радикалдардан қорғауға көмектеседі. Бұл жасушалардың зақымдануын азайтуға және қартаю процесін баяулатуға көмектеседі. Инжирді рационыңызға қосу арқылы сіз тек ас қорыту жүйеңізді жақсартып қана қоймай, сонымен қатар жалпы денсаулығыңызды қолдайсыз. Бұл жеміс сіздің күнделікті тамақтану рационыңыздың маңызды бөлігі бола алады. Сондықтан, егер сіз ас қорыту жүйеңіздің сау жұмыс істеуін қаласаңыз, инжирді рационыңызға қосыңыз. Сіз оларды жаңа піскен, кептірілген немесе тіпті смузи мен салаттарға қосып жей аласыз. Дәмді және пайдалы таңдау жасаңыз. Инжирді күнделікті рационыңызға қосу арқылы, сіз өзіңіздің денсаулығыңызды жақсартуға және ас қорыту жүйеңіздің дұрыс жұмыс істеуіне көмектесесіз. Бұл жеміс сіздің денсаулығыңызға көптеген пайда әкеледі. Инжирді әртүрлі тағамдарға қосып, олардың дәмін және пайдалы қасиеттерін пайдаланыңыз. Сіз оларды таңғы асқа, түскі асқа немесе кешкі асқа қосып жей аласыз. Дәмді және пайдалы таңдау жасаңыз. Инжир сіздің денсаулығыңызға көптеген пайда әкеледі және сіздің ас қорыту жүйеңіздің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Инжир иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін дәрумендер мен минералдардың тамаша көзі. Бұл жеміс ежелден бері өзінің емдік қасиеттерімен танымал. Инжирдің құрамында көптеген маңызды қоректік заттар бар. Олар біздің денсаулығымызды жақсартуға көмектеседі. Олардың құрамында С дәрумені, калий, магний
және темір сияқты қоректік заттар мол. Бұл дәрумендер мен минералдар біздің ағзамыздың дұрыс жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Инжирді күнделікті тұтыну арқылы сіз өзіңіздің иммундық жүйеңізді нығайта аласыз. С дәрумені күшті антиоксидант. Ол инфекциялармен күресуге және иммундық жасушалардың өндірілуін ынталандыруға көмектеседі. Бұл дәрумен біздің теріміздің саулығын сақтауға да көмектеседі. Себебі ол коллагеннің өндірілуін қолдайды. Калий жүрек денсаулығын қолдайды және қан қысымын реттеуге көмектеседі. Бұл өз кезегінде жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Калийдің жеткілікті мөлшері бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеуіне де ықпал етеді. Ал магний бұлшықеттердің жұмысын және жүйке жүйесінің қызметін жақсартады. Магнийдің жеткілікті мөлшері стрессті азайтуға және ұйқының сапасын жақсартуға көмектеседі. Темір қандағы оттегінің тасымалдануы үшін өте маңызды және шаршау мен әлсіздіктің алдын алады. Темірдің жеткілікті мөлшері біздің энергия деңгейімізді жоғары ұстап тұруға көмектеседі. Күнделікті рационыңызға инжирді қосу арқылы сіз иммундық жүйеңізді нығайтып, денсаулығыңызды жақсарта аласыз. Инжирді түрлі тағамдарға қосып, оны десерт ретінде де тұтынуға болады. Бұл жеміс сіздің рационыңызды байытып, денсаулығыңызды нығайтуға көмектеседі. Біздің ағзамыз үнемі бос радикалдардың әсеріне ұшырайды. Олар жасушаларды зақымдап, қабыну процестерін тудыруы мүмкін. Антиоксиданттар бұл зиянды әсерлермен күресуге көмектесетін қосылыстар болып табылады. Инжир антиоксиданттарға, соның ішінде полифенолдар мен каротиноидтарға бай. Бұл қосылыстар бос радикалдарды бейтараптандыруға және жасушаларды зақымданудан қорғауға көмектеседі. Зерттеулер көрсеткендей, антиоксиданттарға бай тағамдарды тұтыну жүрек аурулары, қатерлі ісік және басқа созылмалы аурулардың даму қаупін азайтуға көмектеседі. Сондықтан, инжирді рационыңызға қосу арқылы, сіз ағзаңызды бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғай аласыз. Егер сіз шаршап, энергияңыздың аз екенін сезсеңіз, инжир табиғи энергия көзі бола алады. Олар табиғи қанттарға, соның ішінде глюкоза мен фруктозаға бай, олар ағзаға тез энергия береді. Сонымен қатар, инжирде Б дәрумендері бар, олар ағзадағы энергия алмасуын қолдайды. Дегенмен, инжирде калория мөлшері жоғары болғандықтан, оларды мөлшермен тұтыну маңызды. Бірнеше инжир, жаттығудан бұрын немесе күндізгі уақытта энергия деңгейін көтеру үшін тамаша таңдау. Инжир, жүрек денсаулығын жақсартуға көмектесетін бірқатар қоректік заттардың көзі болып табылады. Олардың құрамында калий бар, ол қан қысымын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар, инжирде пектин бар, ол холестеринді төмендетуге көмектесетін еритін талшық. Зерттеулер көрсеткендей, инжирді үнемі тұтыну қандағы триглицеридтердің деңгейін төмендетуге көмектеседі. Бұл жүрек ауруларының даму қаупін азайтады. Егер сіз жүрегіңіздің денсаулығын жақсартқыңыз келсе, инжирді рационыңызға қосыңыз. Міне достар, біз инжирдің денсаулыққа пайдалы 5 әдісін қарастырдық. Олардың ас қорытуды жақсартудан бастап, жүрек денсаулығын қолдауға дейінгі әсері таңқаларлық емес. Бұл дәмді жемісті рационыңызға қосу өте оңай, және сіз оны әртүрлі тәсілдермен тұтына аласыз. Жаңа піскен немесе кептірілген инжирді жеңіл тағам ретінде жеп көріңіз. Оларды смузи мен салаттарға қосыңыз, немесе тіпті десерт ретінде ләззат алыңыз. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Денсаулыққа арналған кеңестер мен ақпарат алу үшін біздің каналымызға жазылып, келесі видеоларымызды өткізіп алмаңыз. Сау болыңыздар.